Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді королевский ватрушка пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Пирог өте дәмді, нәзік болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің YouTube арнамды қолдап, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда менің видеоларым алғашқылардың бірі болып сізге көрінетін болады. Королевский ватрушка жасау үшін бізге 4 шағын алма қажет болады. Егер сізде үлкен алма болатын болса, 2 штук қолдансаңыз болады. Осылай тазалап алатын боламыз. Яғни сыртқы қабығын ашып тастаймыз, ортасындағы қажет емес бөліктерін де алып тастайтын боламыз. Осылай тазалап алған алмаларымызды 4 бұрышты етіп, дәл видеодағыдай турап аламыз. Творожный пирогтың, яғни ірімшікті пирогтың арнамда түрлі рецепттері бар. Өзіңізге қалағанын, ұнағанын қарап жасасаңыз болады. Бұл пирог өзінше ерекше, себебі алма мен ірімшіктің үйлесімі керемет дәм береді. Не осылай барлық алмаларымызды турап аламыз, және де бұл алмамызды қуыратын боламыз. Табамызға сары май саламыз, 3-4 қасық, және де осы алмамызды салатын боламыз. Үстіне 2 ас қасық көлемінде қант саламыз, және де тоқтатпай араластырып тұрамыз. Яғни тоқтатпай күйіп кетпеуі қажет, сондықтан бірыңғай араластырып тұрумен жұмсарғанша қуырып алатын боламыз. Осылай араластыру барысында қанты әбден еріп, алма жұмсарады. Енді қамырын дайындауға кірісеміз. Електен өткізілген ұнымызға майымызды саламыз. Майыңыз егер тоңазытқыштан шыққан болатын болса, қатты күйінде осылай теркадан, яғни үккіштен өткізсеңіз болады. Тоңазытқыштан шыққан салқын сары май ұнға аунатып алып, осылай үккіштен өткізетін болсаңыз, тез әрі жылдам өтетін болады. Менің сары майым уақыт өте келе бөлме температурасында тұрып қалды. Ол осылай жұмсарып кеткен екен. Сондықтан маған қиындау болды. Сондықтан мен бірден қолымен ұнтақ масса, яғни жасауға кірістім. Егер де сіздің де майыңыз осылай жұмсарып кеткен, немесе бөлме температурасында қалып қойған болатын болса, онда осылай бірден қолыңыздың көмегімен түйіршікті масса, яғни песочный тесто дейміз ғой, солай жасасаңыз болады. Нәтижесінде бізде осындай түйіршікті масса пайда болады. Енді пышақтың ұшымен ас содасын қосамыз да тағы бір араластырып жібереміз. Салмасын дайындауға кірісеміз. Ірімшігіміздің үстіне қантымызды және 3 дана жұмыртқамызды, қаймағымызды салып, барлығын жақсылап шанышқының көмегімен араластырамыз. Егер сізде блендер болатын болса, блендермен де біркелкі масса болғанша араластырсаңыз болады. Менде бұл жерде ірімшік үйдің, яғни қолдың домашний ірімшік, сіз дүкендікін де қолдансаңыз болады. Нәтижесінде бізде осындай біркелкі масса пайда болды. Пирог пісіретін табамызға осылай дайын тұрған песочный тестамызды, қамырымызды жайғастыратын боламыз. Ешқандай да май жағып қажет емес, бірден осылай бірінші бөлігін салатын боламыз. 2-ге бөлеміз қамырды, жарты бөлігін астыңғы бөлікке және қалғанын үстіңгі бетін жабуға алып қаламыз. Және осының үстіне дайын болған жұмсарған алмаларымызды салып шығамыз. Алманы да жартысын салатын боламыз. Оның үстіне ірімшікті массамызды құямыз. Бұл жерде де 2-ге бөлетін боламыз. Ірімшікті массаның жарты бөлігін құйып, жақсылап тегістеп шығамыз. Барлық жерін жабатындай етіп, тегістейміз. Одан кейін қайтадан қалған алманың 2-ші бөлігін салып шығамыз.
Барлық жағына жететіндей етіп жақсылап салып шығамыз және де үстіне ірімшікті массаның қалған бөлігін толықтай құйып шығып жайғастырамыз. Осылай барлығын құйып, жан-жағының барлығына жететіндей етіп тегістейміз. Ең соңында песочный тестамыздың қалған бөлігін барлық жеріне жететіндей, барлық жерін жабатындай етіп салып шығамыз. Қазақша контентті қолдап, соның ішінде менің арнамды қолдап, YouTube арнама тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Сонымен қатар достарыңызбен, жақындарыңызбен арнаммен бөлісе кетсеңіз, астына пікір жаза қалдырып кетсеңіз де қуанамын. Алдын ала қызып тұрған пешімізге 200 градуста жарты сағат пісіретін боламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Формадан тек суыған соң босататын боламыз. Королевский ватрушка пирогымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ортасын бөлген кезде осындай болып шығады. Өте нәзік, жұмсақ және әдеттегі ірімшікті пирогтардан қарағанда ерекше дәмімен, алмамен үйлескен. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен осы видеомен бөлісе кетіңіз. Қош сау болыңыз.